Серікбай Смағұлұлы болмаса Серікбай Смағұлович деп мен жалпы айта алмаймын да. Сондықтан Сәке сен деп әңгіме дүкенімізді ары қарай жалғастыра берейік. Қарсы емессіз ба? Мен қарсы емеспін, өзің білесің ғой. Я енді қарсы болмасаң, енді мынандай жағдай, біздің осы әңгіме дүкенімізде көтерілетін тақырыпқа, соның төңірегіне қандай бағытта әңгіме қозғаймыз, соған байланысты мүмкіншілігінше біз енді сол әңгіме өткізілетін орынды да таңдаймыз. Енді қазір біздің мына екеуміздің әңгіме дүкеніміз мынау облыстық кеңес беру диагностикалық орталығында Кенжалы Ерсалұлы Тілеулиев. Кенжалы Ерсалұлы Тілеулиевтің басшылық жасайтын мекемесінде өтіп жатқанына байланысты енді білуге болады, біздің екеуміздің әңгімеміз мынау дәрігерлік саласында, емшілік саласында, медицина саласында өрбейтінін. Енді біреулер айтуы мүмкін, енді екеуі медицина саласында әңгіме қозғап отқанда кіммен кім сөйлесіп отыр деп. Сондықтан мен сіздің енді неңізді бажайлап қарағанда өмірбаяныңызды кеше осы хабар жүргізушілердің алдында сіз Алматының медициналық институтын қызыл дипломмен бітіргенсіз. 76 жылы. Содан кейін денсаулық сақтау саласының үздігісіз. Бір кездерде мықты дәрігер педиатр едіңіз. Корнилов деген Корнилова деген мықты балалар дәрігері болды. Соған кей кездерде Тасбөгетте сен балалар бөлімшесін басқарып жүргеніңде ауруханасының, аудандық аурухананың. Сол кезде кейбіреулер енді балалар ауырғасын, әркімнің баласы бауыр еті ғой. Корниловаға алып барғанда қаяқтан әкелдің деп сұрайды екен. Сол кезде Тасбөгеттен әкелдік дегенде кім ояқта емдеуші дәрігеріңіз кім дегенде Серікбай Смағұлұлы дегенде, онда мен оны қарамаймын, өйткені менің жасаған емімді Серікбай да жасай алады. Мен де Серікбайдан артық ем жасамаймын деп сондай айтады деген бар. Бұл сізге көпшік тастап, мақтап отқан емес. Негізі сіздің жақсы балалар дәрігері болғандығыңыз. Корнилова өйткені облысқа белгілі балалар дәрігері еді ғой. Енді сіз кейін балалар дәрігерлігін тастап, мына халық емшілігіне бір шамалы уақыт облыстық денсаулық сақтау саласында, қалалық денсаулық сақтау саласында қызмет атқардыңыз. Инспектор болдыңыз, сосын инфекционный больницада істедіңіз кішкене уақыт. Сонан кейін сіз мына халық емшілігінің жетекшісі болып кеттіңіз. Бізде бір халық емшілері ашылып, соны бір жүйеге түсіріп атқан кезде соның жетекші дәрігері болдыңыз. Енді бұл бірінші болуы мүмкін бізде ашылған сол кезде. Онан кейін невропатолог болып кеттіңіз. Енді соңғы кезде сіз психолог болып жүрсіз. Соңғы мекемеде. Енді өзіңіз білесіз, мына дәрігерлердің тарихында көп жағдайда кешегі аумалы төкпелі заманда, тоқырау заманында дейміз, көптеген мықты дәрігерлер басқа салаларға кетті. Көбісі мұнай компанияларына дәрігер болып кетті. Өйткені оның ақшасы көп, жалақысы көп деген әңгімеменен. Сіздің психолог болып кетуіңіздің негізгі басты себебі не? Дұрыс қой, енді ол енді бір адам түсінер, бір адам түсінбес, енді ол әркім өзінің қалауы. Қандай жұмыс істегісі келеді, өзіне бірдеме ұнайды. Енді бір дәрігер өмір бақи бір ғана педиатр болып кетуі мүмкін. Бір дәрігер өмір бақи терапевт болып кетуі мүмкін. Жалпы бұл психология саласына келуім мектепте оқып жүрген кезімнен бастап. Сол кездерде бәрімізде сен де бар, бәрімізде бар, өмір жөнінде ойланатынбыз да, өмір деген қандай нәрсе, өмір жөнінде ғылым бар ма? Соның 7-ші класста сынып оқып жүрген уақытында ауылдың баласы витология деген ғылым ойлап таптым. Дүниежүзінде бірінші рет. Енді бәрі кавычкада жатсын ішінде. Вита дегенді латынша білем, вита өмір, логос, ілім, ғылым. Демек қарап отырсаң, өмір жөніндегі ғылым, витология деген қазір интернетте қарасаңыз бар. Жалпы бізде медицина институтында оқыған уақытында дәрігерлердің бәрі де мойындайды, бізге тек қана тәнді оқытты. Жан жөнінде ешқандай айтпайтын. Сонда арасында ойлайтын, бұл адамның тәнін қоса жанында бар ғой. Біздерге сол әлі күнге дейін енді ғана бет бұрыс болып келіп жатыр. Енді жан жөнінде де кішкене қозғап отыр, бірақ терең емес. Көп болса бірінші курста оқытады, одан әрі оған онша мән бермейді. Айтады, психиатрия терең оқиды дейді нағылар. Енді одан кейін енді бәріміз де білеміз, мына дене, тән саулығы деген бар. Біз тән саулығына көбірек мән береміз де, жан саулығына, психологиялық саулыққа онша мән бермейміз. Бірақ қарап отырсаңыздар, көптеген аурулардың түп тамыры бәрі осы жан саулығында. Мәселен, қан қысымының көтерілуі, оның бәрі психосоматикалық дейді. Енді мен былайша айтқанда бірінші жан күйзеледі, одан кейін тән күйзеледі. Одан кейін бронхиалды астма дейді, қант диабет дейді. Бәрі де осының
түп тамыры жанда. Алла тағала кішкентай талант берді, дәрігерлікпен қатар кейде журналистер одағының мүшесімін, бірдеме жазып жүрдім. Одан кейін алғашқы медициналық газет шығардым осыдан 15 жыл бұрын. 4 бет. Ал енді қазір қарап отырсыз, мынандай сырып сиқы әлем деген газет шығарамын да, республикалық газет. Алдында ол облыстық газет еді. Мен сізге бір мәселені айтайын. 17-ші жылдары Совет үкіметі, Кеңес үкіметі орнаған уақытта Алаштың ардақтылары ең бірінші қолға алған осы психология ілімі. Сәлен Жүсіпбек Аймановтың психология деген өзінің арнайы кітабы болды. Ол өте жақсы, керемет жазған кітап. Одан кейін Мағжан Жұмабаев ақын, бәріміз білеміз. Ол да педагогика деді, сол психология жөніне көбірек аударды. Не себепті деп ойлайсыз? Енді мына газеттің соңғы бетінде бар, мына жерде жазған қазақтың өзгеше мінездері. Осында да осы қазақтың мінездерін бұл 16 жыл шыққан. Егер де осы мақаланы оқып отырсаң, қазақ сол 100 жылдан бері әлі өзгерген жоқ. Сол қалпы. Бір қалыпты ғой. Сол бір қалыпты, иә. Бұның ішінде айтады енді бір есте қалатын нәрсе, қазақтың ауыз айтқанды қол істемейді дейді. Рас қой қазір. Қай жер болмас, енді оны енді бір саясат демей ақ қойыңыз, басқа демеңіз. Жалпы қарап отырсаңыз, бұл өмірдегі дүние, жалпы өмір бейтарап, нейтральный. Оған тек мән мағына беретін өзіміз. Мынау тамаша еді, керемет дейді. Енді 70 жыл бойы біздің санамызды ең күшті гипнозшылар, тылсымдаушылар ел басқарған. Сталин болсын, Брежнев болсын. Мәселен қарап отырсаң, Сталин айтты, Сталин өлген уақытта жұрттың бәрі еңіреп жылайды. Енді күніміз не болады деп. Сонда адамның санасына сендірген соншалық, демек Сталин өліп қалды. Енді қалай күн көреміз? Біз қалай өмір сүреміз? Жоқ, оны енді ата-анамыз айтып отыратын, ана бөренедегі репродуктордан естіп, сол бөрененің басында бағананың қасында жылап тұрды дейді ғой қанша адам. Сондықтан да мынау сана деген нәрсе өте күрделі, қызықты нәрсе та. Енді мен неге айттым? Себебі қарап отырсаңыздар, көп мысалы емханаға баратын науқастардың 70-80%-ын ешқандай дәрі бермей-ақ, тек қана сөзбен де жіберуге болады. Сенесіз бе? Сөздің құдіреттілігі. Сөздің құдіреттілігі ғой. Қарап отырсаңыздар, 1961 жылы Американың президенті өзі арнайы жарлық жасап, біздегі ең бірінші тұрған проблема адамның психикалық денсаулығы деп бұйрық жазған. Соның арқасында психологтардың бәрін жинап, адам терең зерттеп, өзің білесің ғой, кезінде дағдарыстан болды, басқа болды. Енді Америка қайда, біз қайда. Бірақ біз айтамыз, өркениетті елге дамимыз, жетеміз дейміз. Қарап отырсаң, ол адам санасы әлі өзгерген жоқ. Жақсы, бір керемет бір енді елбасының жақсы идеялары бар ғой. Бір жерден зауыт ашу керек, басқа қылу керек. Соны айтады, біз осыны ашамыз дейді. Оны ашатын нәрсе, істейтін адам кім? Онда адам ғой. Оның басшысының психологиясы қандай, оның құрамында қызметкерінің психологиясы қандай, ол ұжымдағы психология қандай, ол осы жұмысты меңгеріп кете ме, кетпей ме. Енді бұл жамандаған емес, жақында өткен жылы күшті қаржы бөліп, біздер жаңағы теплица дейді ғой, жылыжай. Соны ашты да, келесі жылы ол керемет қылып осының жаңағы помидорын да, қиярын да, бәрін де жейсін деді. Енді өзің көрдің ғой, бәрі жан-жағын етіп отыр. Бұның бәрі қарап отырсаң, бұның бәрі жауапкершілік жоқтықтың да. Өйткені сенген адам, мен жамандаймын, сенген адамға ешқандай жауапкершілік жоқ. Қазір енді оны айтса, жауапкершілікке қарасақ, өйткені басшылардың бәрі бір мекеменің, мысалы, білім саласы болсын, денсаулық саласы болсын, бір 20 жыл істеген басшы сол кезінде Ерназ Омаров, Мақашева, сол кісілермен ғана шектеледі, бітті. Одан кейін қалғандардың бәрі, өзінің денсаулық саласын айтып отырмын да, қайсысын алмаңыз, бір 2 жыл істейді, бір жыл істейді, бітті. Ондай адамда қандай жауапкершілік болады? Жоқ, мен бір енді саясатын етіп отқан жоқпын, жамандап отқан. Бір салада 1 жыл, 2 жылдан артық отырмайды дейсің. Тәжірибеде жинақтап үлгермейді, адамдарды танып үлгермейді, қасындағыларын. Сосын енді қарап отырсаң, мен бір ақыл айтайын деп отқан жоқпын. Жалпы кез келген салада болмасын, сіздің телевизорда болсын, онда да бір маман психологтың кеңесі қажет та. Мәселен, мына хабар жұртқа қалай әсер етеді? Оны теріс бағытқа бұрып кетпей ме? Немесе өзіміз сыйлайтын енді үлкен ірі компаниялар бар, қазір олар өздері психолог ұстайды, тренингтерден өтеді, мамандарын жақсылап дайындайды, адаммен сөйлесу, басқа нәрсе. Ол адам мүмкіндігі өте шексіз, бір жағынан әлсіз. Қазір енді осы жүйені ешқандай өзгерте алмайсың. Біз енді капиталистік жүйеге көштік. Демек, капиталистік жүйеде жақсы нәрсені алуымыз керек қой. Ол жақында пойызда біз
қандасымыз бар екен Қытайдан келген. Соны көрін өзім салыстырдым. Оның ұлттық рухы менен 100 есе жоғары. Енді басқаларын білмеймін. Мен өзімнен жоғары. Енді оған ойлаймын ғой. Миллиардтан халық. 1 миллионға жетпес қазақ отыр. Сол қазақ ана Қытайдың ішіне жаңа жұтылып кетпей, өзінің 2 теледидарын ұстап, өзінің кітабын, баспаханасын, басқасын ұстап, ол қазақтың жері ғой. Ретте Қытайдың қарамағында. Ал енді біз енді қанша дегенмен қазір егеменді ел болдық деп бөркімізді аспанға атамыз, әлі қазақ рухы әлі жоғарылаған жоқ. Әлі жоғарылаған жоқ. Біз енді ел боламыз дейміз, Қазақстанды елге танытамыз дейміз. Қазақты ешкім танымайды онша. Біз тек қана жерімізде байлық бар екен деп болды. Оның Американың да басқа елдің өзінің проблемасы жетіп отыр ғой, қазақсыз. Иә. Сондықтан да бізге мына жалған мақтаншықтан басқадан нетіп, осы ұлттық рухты көбейтуге, ұлттық сананы жақсартуға үміт керек. Жақсы, баяғы ескі замандағы жақсы дүниелер бар ғой. Соларды жаңа заманға бейімдеу керек. Сен былайды істе, былай істе дегенмен қазір ешкім ештеңе істемейді. Өйткені қарап отырсаң қазір жас ұрпақ пен ата-ананың ортасы екеуі ажырап кетті. Біз болса кеңес одағын тәрбие алдық. Әлі санамызда әлі кеңес идеология әлі арылмай жүрміз. Сөзіміздің ортасына орысша қосып жібереміз. Үкімет асырайды деген бар. Үкімет асырайды деген тағы масылдық психология бар. Енді қарайсың, қазір жалпы Алла тағала біз жаратқан уақытта барлық нәрсені бізге берген. Тек қана ниет керек. Жақсы, осы жерде айтады, жақсы, дінге бәріміз бет ұрсақ, керемет бір ел боламыз. Басқа жер салыстырды, қазақ аса діншіл емес қой. Қазақ аса діншіл емес қой. Жақсы, қазір хиджаб киіп жатыр, басқа киіп жатыр. Ол тек қана формасы өзгерді. Еліктеу. Сана өзгерген жоқ қой. Иә. Мен енді көбісіне берем, енді адал еңбекпен қазіргі уақытта енді келешекте болар. Кішкентай кешіресіз, сөзіңізді бөлейін, арасында бір әңгіме қасып тұздақтып отырайын. Иә. Бір кішкентай қыздың жазған әңгімесін оқыдым енді, мақала ғой енді газетке жазған. Автобуста отыр едік дейді. Мына қыз шамалы осы современный дейміз ғой, қазіргіше киінеді, бүгінгіше етек-жеңін келтелеу, солдай бір қыз отырып дейді. Аузында сағыз бар, құлағына жаңа наушнигін тығып алып музыка тыңдап дейді. Мынандай бұрышта ар жағы келесі столда енді автобустың ішінде 2 қыз отыр дейді, хижаб киген, сыпайы, әдепті дейді. Ар жағында бір дарақыланып жігіттер отырды дейді. Өздерінше жас жігіттер ойларына келгенде айтып. Сосын ойлап отырды дейді, мына жігіттер дарақылау екен, біздің қазақтың жігіттері осындай отыратын орындарында, қоғамдық орындарда да өзін ұстай алмай ма деп ойладым дейді. Сосын ана қызға қарап ойладым дейді, қазақтың қыздары мына болып сол ашық тесік, бір Европаға сырт шетелге еліктеп мына отырсын қараш деп, сосын ана хижаб киіп отырған қыздарға қарап, осындай болса қыздар, қазақтың қыздары осындай әдепті болса деп сөйтіп ойлап отырдым дейді. Жаңағы бір тостың көз ғой енді жазып отыр. Бір кезде дейді, автобусға бір үлкен кәрия мінді дейді, әже ғой. Сол кезде ана балдар сол дарақыланған дарақы күйінде отыра берді дейді, жаңа әңгімесін айтып, бірін-біріне жаңа түкіріп қойып, қумашай, лапшан ілмесей деген әңгіме жаргондармен дейді. Жаңағы енді ойладым дейді, ана 2 қыз әдепті ғой енді, хижаб киген, иманды, мұсылманшылық жолда жүрген, солар қазір тұрып орын береді ғой дедім дейді. Сөйтсек, ол 2 қыз ұйықтаған болды да көздерін жұмып та қалды дейді. Сонда жаңағы құлағына наушник салып дейміз ғой енді, құлағын тыңдап, соткідегі музыканы тыңдап, бүйтіп қисаңдап тағы шайнап отырғаныз, атып тұр, әже отырыңыз деп әже деп ана қыз орын берді дейді. Сонда жаңа жазып отқан адам айтады, мен таң қалдым дейді. Сонда бұлай түр болмаса түріне андай болған, ана қыздың ішкі тәрбиесінің, ішкі санасының, ана хижаб киіп, мұсылманшылыққа түстім, осы әдеп жолда жүрдім дегендердің несі жаңағы дейді. Жақсы деталь айтып кеттің бе? Жақсы деталь айтып кеттің. Өйткені себебі енді бәрі де отбасынан шығады ғой. Мектепке, қоғамға, басқасын нетіп алады. Егер де қарап отырсаң, енді осы суицид жөнінде әңгімесі қозғалуы мүмкін ортасында. Қазір енді оны суицид жөнінде де қозғаймыз ғой енді. Сол кездерде ол айтады жаңағы, осы теледидардан зорлық-зомбылықты көп көрсетеді, интернетте зорлық-зомбылық көп дейді. Осының бәрін қадағалап отырған ата-ана ғой. Жаңа Қытай тағы да айтып отырғанда, Қытайдағы айтып дейді, біздің әке-шешелеріміз, мына Қытай деген үлкен мемлекет, сен оны жұтылып кетуі мүмкін. Сондықтан Қытайдың қандай жақсы өнері бар, білімі бар, ғылымы бар, бәрін ал, бірақ әдетін, ғұрпын, ісін алма деді. Көріп отырсың ғой. Енді жаңа жерде мәселеде, мысалда, сен хижабты алдың, мен арабтың дін жолына түстім, мен керемет адаммын деп, сыртқы форманы ғана көрсеттің. Бірақ ішкі жан дүнием. Тәрбие. Сол баяғы көргендіктен қалды ғой. Енді кейбір енді қарап отырсаң, біз енді жемқорлықпен күресу, анау дейді. Сол жемқорлардың өзі мешітке барады ғой. Алланың үйі ғой. Соған кәдімгі барады, мен мешітке барады, намаз оқитындар да.
бірақ шайтанның азғыруымен жаңағы жемқорлықты жеңе алмайтыны біз сананы өзгерте алмай жатырмыз да әлі де. Жүрек тазармай тұрған. Жүрек тазармай Жүрек жалпы имандылығы жүректе болу керек. Оның оқығандығында, білімінде емес. Сондықтан да кейде айтады ғой, молданың айтқанын істесең де, істеген, істеме деген сөзі де осы біздің қазақ бекер айтқан жоқ. Енді сөзді жалғастыра берейік. Арасында жаңа психология туралы, ілімі туралы да айтып отырасыз ғой. Енді бұның кейбір жағдайларда көп терминдерменен, көп немен қарапайым біз сияқты халықтар түсінбеуі мүмкін енді. Оны ғалымдар. Енді осы психология деген ғылымды мен енді біз оқып жүргенде де басқа жоғарғы оқу орындарының бәрінде де психология деген ілім жүреді, сабақ жүреді. Бірақ жұрттың бәрі психология деген сабақтан бір түсініксіздеу сабақ деп көбінесе қашып кетеді. Неге десеңіз, біздерде мен психология деген жаңа сіздің неңізде тұр, мына шығарған газетіңіздің басында бір тұр екен. Жан сыры деп жазылған психология деген пән дейді, Шәкәрім Құдайбердіұлы. Құдайберді ұлы айтып тұр ғой сонда, психология деген жан сыры деп сол кездерде айтып кетті. Бірақ біздерде психология деген сөзді біз басында псих деген сөзді ұстап қаламыз да. Психология бір жындыларды, ауып кеткендерді, енді болмаса былай аумалы төкпелі болып жүргендерді зерттейтін, солармен әңгімелесетін ғылым сияқты көреміз психологияны. Оны сіз жаңа жан сыры деп отырсыз ғой. Мына шетелдер енді бізде келеміз ғой соған, барлығы жолға жүріп кеткен жолымыз қазір нарықтың заманы соған келді. Қоғамның сол ғой. Иә, шетелдерде психолог. Әр ненің, семьяның, әр жаңа өзіңіз айтып отырсыз, мұнай компаниясында деген әр жеке адамдардың өзінің психологтары болады екен. Әр жеке адамдардың өзінің юристері болады екен. Енді бізде қазір осыған келеміз ғой. Енді бізде қазір психологтар тапшы. Мынаны білесіз, қазір мектептерде психология деген сабақ жүреді ғой. Соған басқа мамандықтың иелері бар. Бізде бірнеше мысалдар кездестірдік. Арнайы психология бітіріп келген жас маман бос жүрді, ал мектептегі психология сабағын не забыш, немесе тарих пәнінің мұғалімдері қосымша жаңа жүктеме есебінде. Ондай бар екенін мойындайды. Енді мына жерде жаңа дұрыс айттың. Жалпы мына психолог деген кім, психиатр кім, біз ара жығылғанша жаңағы пси деген жұрнаққа байланысты. Псих деген бірдеңе ұстап аламыз ғой. Енді жұрттың есінде түсетіні, психиатр ол есі ауысқан адам дейін дейді. Сосын есі дұрыс адам дейді. Ал психолог есі ауысқан адаммен жұмыс істей алмайды. Себебі өткен саналық деңгейде жұмыс істейді ғой. Сосын есі ауысқан адамға сенің сөзің жетпейді оған. Енді осы жерде біздің кемшін тұстарымыз Ресейде, Украинада психология ғылымы, Белоруссияда өте керемет дамыған. Жаңа емшілікті айтып жатсыз ғой, сол кездерде мен Киевте болдым. Сол кезде психотерапия, халық емшілігі, басқа нелер, жан дүниені зерттеу өте. Кашпировский, Чумак, соның бәрі сол Украиндар. Енді қалай болады? Қазір біздерде дін тану деген сабағын өткізіп отыр. А Ресейде ол бірінші сыныптан бастап психология сабағы бар да. Психология сабағы бар. Бірінші сыныптың баласына енді сіз айтуы мүмкін басқалар, өзін тану деген сабақ бар деп. Ол өзін тану деген сабақ, енді оны қандай сабақ екенін білмеймін. Өзін-өзі тану. Өзін-өзі тану деп. Мен ойлаймын, бірінші сыныптың баласы өзін-өзі қалай тани алады? Түсінбеймін ғой енді мен. Жақсы енді мен үлкен бір үкіметтің идеологиясы бағдарлама ғой. Бірінші сыныптың ойын ғой. Мен өзім пікірім ғой енді. Бірінші сыныптың баласы өзін-өзі қалай тани. Тіпті 17-тегі бала өзін-өзі тани алмайды ғой. Психология негізі басталуы бар да, аяқталуы жоқ ғылым. Мәселен, біздің әңгімеміз басталуы бар, бірақ аяқ жоқ әңгіме. Есіңізде болсын. Менен кейін тағы бір басқа психологтар келер, қарай нетіп отыр. Бірақ енді қарап отырсаң, осы қазақтың психологиясында кезінде Шәкәрімді айтып отырмыз, Шәкәрім психологияны тереңірек айналысқан. Енді оның айтқан әңгімелері 80-ші жылдары жүйкелік тілдік бағдарлама НЛП дейді ғой. Кәдімгі сығандардың қолданатын гипнозы. Сонда визуал не деген бар, предикаттар деген бар. Енді ғылыми сөзді айту керек. Адам дүниені қалай қабылдайды? Адам бірінші көзімен көріп қабылдайды, одан кейін естіп қабылдайды, одан кейін сезіп қабылдайды. Негізі 3 түрі. Одан кейін ойланып, дигиталды дейді, саналы түрде қабылдайды. Енді адамдар осы әр адамның несі бар. Көп адам мысалы визуалдыққа көргеннен кейін қарада тұр, көресің дейді. Қарада тек қана көзге байланысты сөздер айтып отыр ғой. Солардың бәрін осы қабылдау жөнінде басқан өзінде Шәкәрім қазақ тілінде өлеңде жазып шығарған. Немесе психология тұрғыда көбірек жазған. Сосын кейде ортасында енді ол діннен де былай ажырағысы келіп, енді Толстоймен хабарласып тұрған жақсы білесіз ғой. Соны